Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Сот КМТК YouTube арнасына жазылып, пікір жазып, таратып отыруларыңызды сұраймын. Дәл қазір біз Алматыдағы әскери соттамыз. Бұл сотта қайтыс болған сарбаз, яғни әскерде қайтыс болған сарбаздың өліміне қатысты сот ісі жүріп жатыр. Қысқаша айта кетелік, бұл жерде Сәлімжан Досымжан есімді Қазақстан Республикасының азаматы өткен жылы 2023 жылы күзде әскер қатарына шақырылады. Сөйтіп биыл 2024 жылы 3 мамыр күні жағдай нашарлап әскери госпитальға түседі. Сөйтіп бұл жерде 10 күн жатып, 13 мамыр күні жан тапсырады, яғни қайтыс болады. Соған қатысты қазір лейтенант шәкірттің үстінен қызмет бабын асырап пайдалану, яғни қызмет бабын асырап пайдаланды деп айып тағылып сот ісі жүріп жатыр. Соның сот ісінен сіздерге хабар таратпақпыз. Сот КМТК YouTube арнасында назарларыңыз болсын, таратыңыздар. Қазір сот отырысынан толықтай бүкпесіз хабар таратып, өздеріңіз назарларыңызға ұсынатын боламыз. Сот отырысына келгендер бәрі тұр. Қорғаушы, сотталушы, жәбірленуші және Еще жәбірленушінің өтініш бойынша айтылған сарапшы ма? сарапшы келгендер, ол кісі шетелде. Құрметті сот кешегі жәбірленушінің өтініш хаты бойынша сарапшыны іздестіреміз. Ержан деген сарапшы қазіргі уақытта шетелде екенін, екінші сарапшыны шақыруға мүмкіндік болмады, себебі ол бүгін таңертеңнен кешке дейін басқа мәйіттерді қарап, сараптама тағайындау жұмыстармен айналысып жатыр. Кешке дейін уақытында алып келген. Басқа өтініштер бар ма? Мінездемені сот зерттеліп жатқан кезінде бересіз. Өзіңіз ұсынасыз. Сот зерделеуге көшеді. Басқа өтініштен шықпасын тағамыз. Сот зерделеуге көшеді. Сот барлығын өздеріңіз танысқан болатынсыз. Соттың жақын керекті жерлерін оқыса қалай қарайсыздар? Құрметті сот, тура солай еді. Сотқа дейінгі тергеп тексеру аяқталған уақытта жәбірленуші тарапта, қорғаушы тарапта қылмыстық материалдармен толықтай танысқан, бұл туралы хаттамалар толтырылған. Сондықтан барлық құжаттарды оқып шығудың қажеттілігі жоқ деп ойлаймын. Ішінара керек құжаттарды сол мазмұнын жария етсек, тоқталсақ болады. Сот зерделеуге көшеді. Сот екінші томның 171-174 парақтары, 96-99 парақтары, 150-151 парақтары, 110-129 парақтарында көрсетілген іс материалдар бойынша оқиға болған жерді нақтылау және тексеру және нақтылау тергеу әрекеттері жайылған 171-174 парақ. Сізге берілесіз жылдың 20 мамырында куә жайылған жауабы оқиға болған жерде тексеру тергеу әрекеті жүргізілген. Бұл туралы хаттама толтырылған. Жедел тергеу тобының мүшесімен бұл хаттамада куә жайылған бетінің әңгіме барысында келесідей түсіндіреді.
2024 жылдың шамамен сәуір айларында казарма үй-жайының ішінде қызметтік нөмір 4 жүгелдің қасынан өтіп бара жатқан кезде компьютерде отырған Сәлімжанның арқасына Шакиров өзінің қолын жұдырумен бір рет соққы жасағандығын көргендігі туралы айтып көрсетті. Бұл туралы бейнежазба жасалған, бейне түсіру сағат 16:00-де уақытша тоқтатылған, 16:11-де қайта жаңартылған, 16:13 минутта уақытша тоқтатылған. Айлықтарды сол жерде тексеру ауа райы ашық және табиғи жарық және күндіз болған кезде жүргізілді. Хаттама дауыстап оқылған, өзгертулермен толтырылған болмаған. Келесі тергеу әрекетінде осылай келесі тергеу әрекеті бар ма? Төремұратқа тиесілі, салыққа тиесілі ұялы телефондарды қарау, сол жерде арасында хат алмасулар болған. Не үшін сол жүргізілген, соны нені анықтаңыз? Қайсы? Жаңағы болған жерде Жарияланған жауабы, оқиға болған жерде тексеру, проверка показаний на месте. сонда нені тексеру? Жарияланғандың берген жауабын не деп тұрсың? куә өзі еркін әңгімелесу барысында шамамен 2024 жылдың сәуір айының басында нөмір 4 қызметтік бөлімінің жанынан өтіп бара жатқан кезде Сәлімжанның арқасына Шакировтың қолын жұдырумен алғанын көргені туралы айтып көрсетті. Қай жерде болған, нөмір қызметтік бөлімінің қай жерде орналасқанын эксперимент жасаған жоқсыз ғой? Жоқ, эксперимент емес, бұл проверка показаний на месте. Оны көрілді ма, сондай есіктен өтіп барады? Қаншалықты Енді көрдіңіз? ондай тексерудің ешқандай қажеттілігі болған жоқ, адамның көзі көреді, ол өзі кәмелеттік жасқа толған қылмыстық жауап туралы ескертілген. Жауап беру барысында ешқандай мәселелер туындамаған, сол себепті. Ол үшін қарау керек демеді, қай жерде кім қалай деп қалай жасап көру мүмкін. Енді сізде мүмкіншілік болды ғой тергеу алып тексеру кезінде. Қорғаушы тергеу барысында барлық сізді шектеген жоқ. Сондықтан оның барлық тергеу барысында көруге болуды мүмкін болды деп ойлаймын. Басқа қажеттілік болмаса, оқудың қажеттілігі. Үшінші томға көшеді, сол қылмыстық тізім бойынша 178 беттен парақтары бар. Хасен Хасанов Игорь Маршай Хасанович деген 49 жыл. Я бар. Қазір соны жария етпесеңіз. Прокурор сізде бар ма? Электрондық түрде емес. Сотталған куә сотқа дейін тергеп тексеруге орысша жауап береді. Аудармасын оқысам Аудармасы бар, соны бар. соны оқыңыз. Маған қойылған сұрақтарға төмендегідей жауап беремін. Урологиялық бөлімшесінің бастығы лауазымында 2012 жылдың қараша айынан бастап қызмет етемін. Барлық тиісті үлестермен толық қамтамасыз етілген психиатр және нарколог дәрігердің есебінде тұрмаймын. Менің міндеттеріме урология саласындағы науқастарды қарау, ауру тарихын жүргізу, науқастарға емдеу тағайындау, түзету, жедел ота қызметін қосу, урологиялық шолу жасау, бөлімшеде жатқан барлық науқастарды аптасына бір реттен кем емес тексеру, күнделікті ауыр науқастарды тексеру, Алматы және басқа да гарнизоннан келген науқастарды тексеруді ұйымдастыру кіреді. 3.03.05.2024 жылы кезекші хирург болып тұрғанында 29-108 әскери мерзімді әскери бөлімнің мерзімді әскери қызметшісі қатардағы жауынгер Сәлімжан түсті. Алдын ала қойылған диагноз асқазан ішек жолдарына қан кету, асқазан жарасы сұрақ қойылған,
хирургиялық патология анықталмады. Осыған байланысты науқас терапия бөлімінің бастығы майор Карташевпен тексерілді. Қатардағы жауынгер Сәлімжан жалпы терапия бөліміне жатқызылды. Айтыңызшы, 03.05.2024 жылы мерзімді әскери қызметші қатардағы жауынгер Сәлімжан денесінің қай тұсына шағым, жалпы әлсіздікке шағымданды. Айтыңызшы, 03.05.2024 жылы сіз қандай ем тағайындадыңыз? Пациентке хирургиялық патологиясы анықталмағандықтан пациент терапевт дәрігерлердің сұрауына тапсырылды. Айтыңызшы, мерзімді әскери қызметші қатардағы жауынгер Сәлімжан оған қатысты күш қолдану немесе ақшалай қаражат болып солар туралы шағымданды ма? Ондай шағымдар айтпады. Хаттама өз қолымен жазылды және оқылды. Алып қосарым жоқ. Хасанов Игорь Тамашаевич. Бұны сұраған құрметті жаңағы алғашқы жаңағы пациенттің қойған диагнозы жаңағы асқазанның ішек ауруы болса, енді госпитальде жаңағы бүйректің жаңағы потом симптомдар жаңағы диагноз қояды, жаңағы жедел пенилоцит, яғни бүйрегі зақымданған деп қояды. Сот сараптамасында қорытындысы үшінші жағдайда. Сондықтан сіздеріңізге еске алыңыз. Бұл туралы кеше біз әскери клиникалық госпитальдің маманы Карташевтан барлық келіп түскен сәлемдерді келіп түскен уақытта қандай диагноз қойылды, қандай ем жасалды, барлығы бойынша сұрақ жауаптар алды. Сосын сіз назарға салыңыз. Сот 4-ші томда көшеді, 4-ші томда. Ашыл жауабы. 3-ші томда. Ашим Мам жауап алып туралы хаттамасы 140-145. Ашим Бекзат Бегімжанұлы 2003 жылы 29 қаңтарында дүниеге келген. 2024 жылдың 18 мамырында сағат 12:20-дан 12:45 минутқа дейін куә ретінде жауап алынған. Маған қойылған сұрақтарға төмендегідей жауап беремін. Мен 29-108 әскери бөлімінің танкке қарсы батареясының 3-ші оқ атқыштар бөлімшесінің аға маман аға көздеушісі лауазымында еңбек әскери шенінде мерзімді әскери қызметімді 2020 жылдың 15 қазанынан бастап атқардым. Денсаулығыма және әскери қызметіме арыз шағымым жоқ. Іс мәні бойынша айтар болсам, 2024 жылдың мамыр айының 3 күні сағат 6:30 шамасында барлығымызға ортақ ұйқыдан тұру пәрмені беріп, барлығымыз киіп далаға шығып таңғы жүріске дайындалып тұрған едік. Сол кезде сапта менімен бірге әскери борышын өтеп жүрген Сәлімжан Досымжан есімді сарбаз тұрған еді. Алайда бір қарағанда Сәлімжан өзін жайсыз сезініп тұрғандай болды. Бірақ та Сәлімжан Досымжанды таныған сәтінен бастап ол өзінің ауырып тұрған жерін қолдан келгенше жасырып, өзін жақсы сезініп тұрғандай жүретін еді. Сол сәтте мен ол жағдайға қатты мән берген емеспін. Сонымен қатар ол маған өз денсаулығына шағымда айтқан емес. Осы кезде барлық жеке құрам таңғы жаттығу жүргізу үшін далаға шықтық. Ал Сәлімжан далаға шықпастан казарма үй-жайында қалған болатын. Дене жаттығуларын аяқтағаннан кейін барлығымыз казармаға қарай кіріп, жуынып, тиісті киім үлгісін киіп, таңғы асқа дайындалдық. Сағат 7:30 шамасында таңғы асқа жиын пәрмені беріліп, барлығымыз сақтық алаңға шықтық. Таңғы ас ішкеннен кейін паркке тазалықты сақтауға бардық. Аталған жерде түскі уақытқа дейін жұмыс істеп, түскі ас ішуге саппен сарбаздар асханасына бардық. Түскі астан кейін күн тәртібі бойынша сарбаздармен моншаға бардық. Сол моншаға болған кезде ішпек сарбаздардан Досымжанның денсаулығы көп нашарлағандығын, әскери лазаретке алып, ары қарай Алматы қаласынан әскери госпитальға алып кеткендігін естідім. Әскери қызмет атқару барысында Сәлімжан көбінесе батарея командирінің қызметтік бөлмесінде жұмыс жасайды. Ол батареяның компьютершігі болады. Сонымен бірге менің қызметтесім Төлемұрат және кейде Бекниязов батарея командирінің бөлмесінде қызмет атқарады. Нақты Төлемұрат және Бекниязов қандай жұмыс атқарғанын мен білмеймін.
Біз машпарсап жүгірген кезде бәрі дұрыс па сол? Бәрі дұрыс па? Сот түзілушілер Қайтыс болған марқұм бұрынғы әскерде қайтыс болған Сәлімжан Досымжанның анасы қазір нашарлап денсаулығы. Жаңа өздеріңіз көрдіңіздер. Сөйтіп жедел жәрдем шақырған. Война. Проблемі кетіп қойса, қолдарын ұзақ қылыстан. Onlar kişiyle basıp bana bunu da sekiyor. Ben sektim ki. Давление рабочего нет? Там? Нет, без его скачет лучше, Скажем, Германия сигнал. Нормально. Gentlemen, video zaczynamy. ары қарай жалғастыра бере аласыз ба? Жәбірленуші үшін денсаулығыңыз дұрыс па? Сұрақ қойыңыз. егер болмаса сарапшы ретінде болса ол сарапшылар Мына жақта бар, беттер соны оқып көрсеңіз, сұрақ жауаптарын. себебі қазақстан қылмыстық кодексінің 420 бабы бойынша қылмыстық жауапкершілікке тартылатын егер тараптамашы жаңағы жалған қорытынды беретін болса онда 86-шы безде Сұрақ жауабынан оқиын. Сұрақ аталған куәдан 15 мамыр 2024 жылы Алматы қаласында жауап алынған. Жауап алу кезінде мынадай сұрақтар қойылған. Айтыңызшы 03.05.2024 жылы мерзімді әскери қызметші қатардағы жауынгер Сәлімжан денесінің қайтысына шағымданды. Жалпы әлсіздікке бүйрек тұсының ауырсуына шағымданды. Айтыңызшы 03.05.2024 жылы қандай ем тағайындадыңыз? Гипотензивті препараттар, темір препараттары, антибактериялық препараттар, симптоматикалық емдеу тағайындалды. Айтыңызшы мерзімді әскери қызметші қатардағы жауынгер Сәлімжан оған қатысты күш қолдану немесе ақшалай қаражат топсалау туралы шағымданды ма? Ондай шағымдар айтпады. Айтыңызшы мерзімді әскери қызметші қатардағы жауынгер Сәлімжанның ауруын әскери қызметшінің соққысынан және ұрғанынан дамуы мүмкін бе? Қатардағы жауынгер Сәлімжанның жүргізілген зертханалық құралдық тексеру қорытындылары бойынша жылдам прогрессивті пиелонефрит диагнозы қойылды. Ары қарай ауру инфекциядан кенеттен дамиды және дене жарақат немесе соққыдан болуы мүмкін емес. Қазіргі таңда сотқа келіп отырған материалдық залал туралы мына жақта сот кеше танысты, алайда мына жақта 15-ші
батыр деп отыр. Сіз 770 мың теңгеге қой алып отырсыз, тағы да жылқы алып отырсыз, дұрыс па? Тұрасыз орныңыздан жүріп. Қазір денсаулығыңыз дұрыс болып тұр ма? Жақсы. Одан бөлек 40 мың теңге сіз чегіңізді көрсетіп отырсыз. Жаңағы Мария ИП Құрманғалиева деген магазиннен сіз рафинат, жұмыртқа, тағы одан да бөлек жаңағы заттарды алып отырсыз. Томатная паста, приправа, мына жақта тағы да 79 мың теңге алып отырсыз. Басқа енді осы моральдық материал енді залал келтіріп өзіңіз шығындарыңызды көрсете аласыз ба? 3 миллионға нақтылай қазір не алдына көрсетіп 3 миллион 500 мың теңгеге. Соны қалай көрсетесіз? Соны көрсетіп дәлелдеп беріңізші сотқа не аламыз. Мынау чегіңіз бар. Ол сізге ешқандай не. Басқа да 3 миллионға қазір не алдыңыз? Соны көрсете аласыз ба? Дұрыстайым бана. Енді айтып, қазір банкте бар. Бұл не? Қандай? Бұл тамақтар кіреді. Тамақтар садақа алған. 307-сі бар. 307-сі. Жоқ, бұның осындай чегіңіз бар ма? Чегі жоқ, мына неден шығарып, мына немен соткамен алғамыз ғой дейді. Күйеуіме соны шығарып беріп тұр ғой маған екен мына жерде. Енді бұны выпискасын сұрап отырмын, выпискасын әкеліп беріп. Чегіңіз беріңіз, біз қарайық, анықтайық, бұл кімге аударылған ақша. Қазіргі таңда белгісіз аударылған нәрсе, бірақ мен бас қандай чек болу керек? Выпискасын әкеліп беріп өзі. Кеткен шығындарымыз. Осы бойынша жаңағы талап арызы бойынша сұрақтар бар ма? Жәбірленушіге. Сұрақтар жоқ. Расулный материал шыл делал 3 миллион 500 мың нақты дәлелдейтін соны анықтайтын заттар болу керек деп ойлаймын. Мен сізге сұрадым, сұрағыңыз бар ма деймін жоқ. Қажеттілігі жоқ, соттың артынан айтамын. Мен сұрақ жауабын өзім аламын. Жәбірленуші. Мен сізден сұрағаным, жауапкерге сұрағым ба? Анықтайтындай осындай. Жоқ болса? Жоқ. Ал шықтың осы іске оңтүстік шығыс аймағы бойынша мемлекеттік тергеу бөліміне, яғни Алматыдағы осы қайтыс болуына байланысты жаңағы арнайы іс жүргізілген. Сонда жаңағы арнайы сараптама өткен. Ол сараптама нөмір 84-21 7-ші шілде 2024 жылы болған. Сонда 19-ші беттегі қорытындысын жариялады. 19-ші беттегі. Оны атап айтқанда Қорытындысынан оқыса болады ғой? Иә. Оны кеше біз сараптаманың сарапшысын сұрадық қой. Қорғаушы. Кеше сарапшының өзі қорытындысын беріп айтып кетті, оның қажеттілігі бар ма? Бұл жерде жаңағы судебно-медицинская экспертиза Құралбаев кеше сол кісіні сол қой. Құтбекова ма? Құзатбекованың кімі сізге? Мына жерде жазылған смерть наступила от острой кровопотери
развивающие в результате заболевания аневризмы и расслоение грудной части аорты и осложившие разрывом стенки аневризмы аорты грудной части. Соның қазақшасын мен алға алмадым следующий. Аудармасы бар. Аудармасы шығып күмән болды. жылғы Ержұнысты Сәлімжанның мәйіті ағзалардан алынған сот гистологиялық сараптама жіберген түн кесінділерінен анықталды. Фибринозды іріңді перикардит, гемографиялық компонентпен және бастапқы организациялану аймақтарымен айқын корозоспазм, кардиомициттердің айқын дистрофиясы, ошақты интрамуралды қан тамырларының жарылуы, ошақты интерстициалды липоматоз, ошақты гломерулосклероз, майда ошақты артерия склероз, ошақты созылмалы интерстициалды нефрит аймақтарымен ошақты нефроз, майда ошақты қалқанша безі тәрізді аймақтарымен кейбір өзекшелер қуысында іріңді массалар. Нөмір бірінші маркер оң жақ жамбас аймағында бұлшық ет қабаты, майдың және коллаген талшықтар арасында жайылмалы қан сұйылу. Екінші маркер сол жақта майтыны және бұлшық ет талшықтар арасында жайылмалы қан құйылу. Үшінші маркер жолдамада қолқа деп берілгенде қоршаған май шыққанда фабринді іріңді қабыну геморрагиялық компоненттен және бастапқы организациялану аймақтарымен лимфатиннің гипоплазиясы, қолқа қабырғасының ортасынан диапедезді қан құйылу. Қолқаның кеуде бөлімінің лимфатиннің лимфоциттермен кедейлену, қоршаған майтынде майда ошақты фибринді іріңді қабынуымен, ошақты фибринді іріңді трахей геморрагиялық компонентпен және қоршаған майтынде диатезді қан құйылу, плевра үстінде диатезді қан құйылу, өкпе дистилектазы және қан тамырларының лейкоцитозымен ошақтың өкпе ісінуі, өкпенің респираторлы бөлімінде майда ошақты қан құйылу, майда бронхиттардың спазмы, мидың қыртысты және ми бағаны бөлімінің жұмсақ жабығының ісінуі, мидың қыртысты және ми бағаны бөлімінің мезақтарының ісінуі, нейроциттердің дистрофиясы, бауырда паренхимиялық белокты дистрофия, бүйрек үсті безінің қоршаған майтыніне диатезді қан құйылу, қыртысты қабаттың вакуолды дистрофиясы, ащы ішектің толақандылығы, жолдамада көрсетілген көкбауыр тінінің лимфоциттермен кедейленуі, жолдамада көрсетілген микробиом тінінің жартылай алколизі, жолдамада көрсетілген қалақша без тіні жіберілмеген. Ретінде берген қорытындысы бойынша жауап берілді ғой. Қандай қорытынды берген туралы? Қандай қажеттілік бар қазір? Жарайды. Қорытындысы бойынша жауап берілді. Сарапшының қорытындысы. 18-ден басталады. Екі сараптама бар. 82-21, 10-82. Нақтайтылмай, қорытылсын. Екеуінде қорытылсын. Мен түсініктің қайсы қорытынды берген туралы? Қорытындысы болса болады. Тұжырым сараптамаға жеткізілген іс материалдар мен медициналық құжаттармен танысып шығып, жүргізілген сот гистологиялық зерттеу деректері негізінде сарапшылар алқасы келесі тұжырым жасайды. Әділет министрінің сот сараптамалары органдарында сот сараптамалары мен зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу қағидаларын
2017 жылғы 27 сәуірден нөмірі 484 бұйрығының 59-400 тармақшасында мәйітке сараптама жүргізбей тек медициналық құжаттар бойынша өлім себебін анықтауға рұқсат етілмейді деп көрсетілген. Сонымен сараптамаға жеткізілген медициналық құжаттарда және алғашқы сот медициналық сараптамада көрсетілген өлім себебінің қарама-қайшылықтары болуына және марқұм Сәлімжанның денесін эксгумациялап қайта зерттеу жүргізуден бас тарту салдарынан марқұмның өлім себебін анықтаудың және оның қаулыда көрсетілген деректермен себеп салдарлық байланыстың бар немесе жоқ екенін осы сараптама шеңберінде анықтаудың мүмкіншілігі болған жоқ. Өлім себебі анықталмауына байланысты бұл сұрақтарға жауап берудің мүмкіншілігі жоқ. Сот барлық істерді зерделеп аяқталды. Сот тергеуін сот аяқтап сот жарысына өзіне қарсы емессіздер ме? Сот жарысын өтпестен болды. Тергеу кезінде заттай Қазір прокурор, қорғаушы прокурор. Заттай дәлелдеме ретінде танылған. Сотқа дейінгі тергеу тексеру кезінде жүргізілген іс-шаралар кезінде дәлелдеме танылған киелі атамекендегі Facebook желісіне марқұм Досымжан Сәлімжанның жазған бейне жазбасы бар. Сол диск заттай дәлелдеме ретінде танылған. Сол диск қарап шықса деген үшін тараптар өзіміз бұл жарияланған жалпы видео паралық медиадар қаламын өткен, біз көрген, соны танысқанбыз. Оны қайталап қарадық да, қажет өз көзімізде болсын, оны бізге көрдіңіз. Қажеттілік болмаса, соттаушының өзі қажет сот жарысы нүктелерін келетін болсақ, басты талқылау кезінде көптеген куәлерді жауап алынды, көптеген қылмыстық материалдар зерттелді. Сол себепті сот жарысы дайындалуға уақыт беруімізді және сот жарысы 2024 жылдың келесі дүйсенбі 28 қазанға дайындалуымызды. Я оның республикасын қолдап себеп президенті құдырылығын жаңағы қарама-қайшылықтардың болғандығы. Және де өзі өндірісінде де мен бірнеше істер қатарына келдік, мейрамның істеп келдік. Сондықтан қазан айы, қараша айының 4-нен кейін тағайындайсыз. Дайындалу керек. Сондағы бір бөлік хаттаманы танысу керек. Осы жазған бойынша жиырма тоғызыншы алдымызда келіп жатқан 29-шы бізде сейсенбі күні жарыс жүргізілді. 29 уақыт жеткілікті, алдымызда мейрамдар болды, сондай көп уақыт жеткілікті. Biz uygun olmayı алдын ала билеттерді алыңыз. Ол бізде Zoom деген программаңызды жазып алыңыз. Сол Zoom арқылы қатыса аласыз. Кеше көрдіңіз өзіңіз. Көзіңіз жетті, сол қатысуға болады, Zoom арқылы қатысу. Сізді жарысыңыз соған қатыса аласыз. Алдын ала. Сот резолюциясы жарияланды 29-ші күнге дейін.
Bana bir